Негізі қайырлы күн деп айтқан дұрыс па? Айтамыз ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Калькасыз қазақ тілі жобасының бүгінгі қонағы Калькасыз қазақ тілі телеграм арнасының авторы, кәсіби редактор, медиа тренер Назгүл Қожабек. Назгүл ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Телеграм арнаңыздың ашылғанына, қарқынды жұмыс істеп келе жатқанына 5 жыл толыпты. Құттықтаймыз. Жалпы телеграм арнасын ашуға не түрткі болды? Рахмет. Телеграм арнасын ашуға түрткі болған бірақ нәрсе қате көбейіп кетті. Мәтіндерде, кітап мәтіндерінде, әлеуметтік желілердегі мәтіндерде, эфир мәтіндерінде. Сосын енді әркімге бар, есе мынауың дұрыс емес, мынау қате деп айта бермейсің. Әркімнің қатесін жаза бермейсің. Сосын бәріне ортақ кез келген мәтінге қатысы бар, редактор болсын, аудармашы болсын, әлеуметтік желі қолданушысы болсын, кіріп, көріп, өзі үйрене алатындай бір ортақ ресурс жасағым келді. Шетінен ақырындап дәл енді бұндай үлкен болып кетеді деп ол кезде ойлаған жоқпын, бірақ сәл де болса көмек болатын, сол мәтін жазып отырғанда бір білмей қалған нәрсеңді тауып алатын бір ресурс қор болса деп ойлағам. Қазір шынымен сондай қорға айналды. Контент өте қазір бір 2000 данадан аса бір контент бірлігі бар деп ойлаймын. Санап көрген жоқпын өзім. Бірақ шынымен жұртқа пайдалы, керегін адам табам, керегін іздеген адам сол жерден өзіне шынымен керегін таба алатындай үлкен ресурсқа айналды. Қорған емес, азық болды деп айтсақ болады. Бұйырса, иә. Жақсы. Біз аударма жасауға мәжбүр халықпыз депсіз. Оның себебі неде? Біз шынымен аударма жасауға мәжбүр халықпыз, өйткені Совет одағынан қалған өзіміздің сол кезде қалған жүйеден біз әлі де ажырай алмай отырмыз. Және оңайырақ көрінеді. Алдымен мәтінді орысша жасап алғап, одан кейін сол қазақшаға аудара салу оңайырақ болып көрінеді де, біз әлі сол дүниеден шыға алмай келе жатырмыз. Жалған стереотиптер бар қоғамда да, үкіметте де. Орысша жазған оңай, орысша жазған дұрысырақ, қазақ тілі икемделмеген, бейімделмеген, қазақ тілі жарамайды деген сияқты стереотиптер бар. Әрі қалыптасқан бір жүйелер бар, структуралар, құрылымдар, конструкциялар бар. Соларға сала салған оңайырақ орысша, және кейін қазақшаға аудара саламыз деп. Біз сол стереотиптің шырмауынан шыға алмай келе жатырмыз. Бәлкім бұйырса бізде де заң жүзінде мәтіндер алдымен қазақша жазылсын, содан кейін керек болса орысшаға аударылсын деген бәлкім заң шығар. Көрерміз. Назгүл ханым, бәріміздің елегеніміз бір терінің пұшпағы ғой. Сіз болып, біз болып, Калькасыз қазақ тілін насихаттап жүрміз. Жалпы нәтиже қандай? Насихат жағынан енді Құдайға шүкір, өйткені қазір шынымен Калькасыз қазақ тілі журналистердің, редакторлардың, аудармашылардың арасында шынымен беделді ресурсқа айналды. Бәрі керегін табам дейді. Және мен Назгүлмін десем білеміз ғой, Калькасыз қазақ тілі дейтін жеке өзімнің атағым шығып кетті соның арқасында. Бренд деуге бола ма екен, жарайды, бренд дей берейік. Бірақ шынымен танымалдығы өте жақсы, жоғары. Тіпті біздің салаға қатысы жоқ адамдардың өзі қызығып оқып жүретін болды. Ешқандай мәтін жазбайды, ол журналист емес, редактор емес, бірақ шынымен осы нәрсе мынау шынымен бір қызық екен, осы уақытқа дейін дұрыс айтпай жүріппіз ғой деп қызығып оқып жүретін адамдар бар. Риза болам оған. Демек, бұл тақырып қызық деген сөз, бұл мәселе қызық деген сөз. Бұны жөндегісі келетін, осы нәрсенің осылай болмауға тиіс екенін білетін адамдар шынымен бар. Сол әрі осыған қарсы адамдар бар, осыны жөндегісі келетін адамдар бар деп білем. Сол үшін 5 жыл болды ма, енді екі түрлі пікір бар, маған айтылатын екі түрлі тілек бар. Біреу айтады, каналың тоқтап қалсын дейді, өйткені жазатын ештеңе қалмасын, қате қалмасын, сен қате қалмаса, сен жазатын ештеңе таппай, каналың тоқтатасың дейді. Енді біреу айтады, каналың тоқтамасын дейді. Соның қайсысын тыңдарымды білмей, бірақ неде болса қате азайсын тілімізде, тіліміз тазара берсін, аудармашылардың менің каналыма қарауға мұқтаждығы, мәжбүрлік қалмасын. Бәрі оңайдан, бәрі әдемірек жүрсе екен деп ойлаймын. Ал Калькадан қалай арыламыз? Елестетіп көрейік. Сіздің де, біздің де арман орындалса, Калькасыз қазақ тілін, қазақ елін қалай елестетесіз? Калькасыз қазақ тілі кәдімгі біз өзіміздің
бәріміз білетін тілді еске түсіруіміз керек. Бұл мына аударып отырған кездегі аудару методологиясы кішкене методикасын біз дұрыс қолданбағанымыздың кесірінен болады да. Бірақ нәрсе жаңағы үнемі айтатыным ғой, біз баламызға ұрысқанда мен сенің шешең болып табыламын деп айтпаймыз ғой. Болды, осы нәрсені, осы сияқты күнделікті үйдегі тұрмыстағы немесе өзіміз білетін бұрынғы әдебиеттегі сөздерді, тіркестерді, сөйлемдерді еске алсақ, шынымен одан айырылуға болады, және білімді көтеру. Синтаксисті жақсылап оқыту ең алдымен. Синтаксисті үйретпесек, біз калькадан арыла алмаймыз. Өйткені қазақ тілінің синтаксисін жақсы білген адам орысша синтаксистің айырмашылығын және сол кальканың бірден бетке шығып тұрғанын көреді. Ал синтаксисті білмейтін адам оны байқай алмайды. Соның кесірінен болып жатыр қазір. Бәрі синтаксис, ең алдымен синтаксис. Назгүл ханым, жауабыңызға рахмет. Рахмет сіздерге. Қазақ тілінде калькасыз таза сөйлейік. Қош сау болыңыз, көрермен. Таза сөйлейік. Рахмет сіздерге. Рахмет.